күн сайын қалыптыда 50-150 шақты шаш түседі. Шаштың түсу нормасы әр адамда индивидуальны, яғни әр адамның өзіне жеке. Ол адамдағы қалыптасқан шаш фолликулдарының санына және генетикаға байланысты. Кей адамдарда шашы табиғатынан қалың, ал кейбіреулерінде сирек болады. Бір қарағанда күніне 100 шақты шаш түсі өте көп сияқты. Бірақ бұл жалпы шаш көлеміне еш әсер етпейді. Себебі шаш өсіп шығатын фолликулдар саны 100-200 мың. Ал фолликул дегеніміз шаш өсіп шығатын шаштың түбірі. Ер адамда гормональды өзгерістер және қандай да бір патологиялар болмаса, түскен шаштың орнына жаңа шаш өсіп шығады. Әр фолликулдың өмірі 3 циклдан тұрады. Бірінші, бір тал шаш өз фолликулында 1-3 жыл бойы өседі. Осы шаштың активті өсу фазасы анаген деп аталады. 80% жағдайда шаш осы анаген фазасында тұрады. Ал екінші кезең, бұл кезеңде өсу фазасының соңында шаштың өсу процесі баяулайды, тынышталады, бірнеше аптаға созылады. Бұл фаза катаген деп аталады. Содан кейінгі фаза, бұл кезде өсу процесі толықтай тоқтап, шашты қоректендіретін фолликул ұйқыға кетеді. Бұл фаза телоген деп аталады. Телоген фазасында шаш ұзындығында өспейді, бірақ фолликулында 2-3 ай бойы бекініп тұрады. Сосын шаш түседі. Ал тынығып алған фолликул оның орнына жаңа тал шаш өсіреді. Нәтижесінде басымыздың шашты бөлігінде осы аталған 3 фазадан өтіп жатқан мыңдаған фолликулдар бар. Қай кезде шаш мөлшерден артық түсті деп есептеуімізге болады. Негізі әр адам өзінің шашының әдеттегіден артық түсіп жатқанын байқайды. Соның ішінде мына жағдайларға мән берген жөн. Шашты жуған кезде шаш біраз мөлшерде түседі. Себебі шашты бөліктің құйқасы жылы суда және массажды жуу қимылдарының арқасында жұмсарады. Шашқа арналған масканы пайдаланған кезде де түседі. Екінші, жастықтарда оянғаннан кейін көп шаштар қалуы норма емес. Үшінші, тарақпен тарағанда да түскен шаш көлеміне мән береміз. Күніне қанша шаш түскенін нақты анықтау үшін жастықтағы, тарақтағы және шашты жуғаннан кейінгі түскен барлық шашты жеке санап бір-біріне қосамыз. Қосындыға тағы 10-15 шақты шашты қосу керек. Бұл шамамен күні бойы түсетін шаштың саны. Егер сан 150-ден артық болса, сізде шаштың артық түсуі бар деп саналады. Медицинада шаштың патологиялық түсуін аллопеция деп атайды. Шашымыздың молынан түсе бастағанын көргенде, біз ең алдымен ағзаға витамин, минерал, белок, темір жетіспейді, немесе гипотиреоз, жыныс гормондарының жеткіліксіздігі, немесе артық болуы деп ойлаймыз. Бірақ бұл жағдайларға шаш түсу себебінің тек 10-15% жағдай ғана келеді. Шаш түбі аурулармен айналысатын мамандар немесе трихологтар шаш түсуінің бірінші себебіне стрессті жатқызады. Қазіргі замандағы күнделікті өмірдің өзі ағзаға стресс. Жұмыста, сабақта оқиғалар, депрессия, невроз, тағы да басқа. Организм созылмалы стресске бейімделіп алғанынан біз шашымыз қалай түсіп жатқанын байқамаймыз. Шаш түбі фолликуласы стресстік факторларға өте сезімтал келеді. Стресстің әсерінен фолликулада күрделі реакциялар жүріп, қабынуға әкеледі. Әсіресе фолликуладағы шаш өсіп шығатын бағаналы жасушалар сезімтал болғандықтан, олар өліп, нәтижесінде фолликулдан жаңа шаш өсіп шықпайды. Аллопецияның себептеріне байланысты 4 типі бар. Соларды қарастырайық. Бірінші, ол андрогенетикалық. Бұл ерлердің стероидты гормондарының, яғни андрогендердің фолликулға кері әсерін тигізуінен пайда болатын тұқым қуалайтын аллопецияның түрі. Бұл гормондар фолликулды ұйқы фазасына жібереді. Ер адамдардағы шаш түсуінің 95% осы себептен, егер әкесінде пайда болса, онда баласына да беріледі. Бұл түрінде ер адамдарда шаш талшығы маңдай және төбе бөліктерінде сиреп, ең ақырында түсіп,
қайтадан шықпайды. Шашы сирек, тақырбас ер адамдарды көргенде осы андрогенетикалық аллопеция деп ойлай беруіңізге болады. Әйел адамдарда кездесу жиілігі сирек, ол кезде шаш орталық қысықтан бастап төбе аймағында сирей бастайды. Гормоналдық өзгерістерден немесе генетикалық бұзылыстардан пайда болады. Екінші, диффузды аллопеция, яғни жалпы аллопеция. Жиі әйел адамдарда кездеседі. Екінші аты симптоматикалық, яғни организмдегі өзгерістер нәтижесінде пайда болады. Бұл жерде шаш құйқаның барлық бөліктерінен түседі. Себептері өте көп. Мезгілділік, көктем, күзде витаминдер азаяды, гиповитаминоз болады, соған байланысты. Одан кейінгі себеп ол темір жетіспеушілік анемия. Одан кейінгі себеп стресс. Стресстің өзі эмоционалдық, травмадан, операциядан, интоксикациядан, аборттан, босану кезінде соған байланысты болады. Келесі себептер Д витамині мен В тобы витаминдері, минералдар жеткіліксіздігі, белок жеткіліксіздігі, асқазан ішек жолы аурулары, оның ішінде холецистит, асқазанның жара ауруы, реактивті панкреатит және тағы да басқа. Одан кейінгі эндокринді патологиялар, оған бездердегі, яғни қалқанша безіндегі гипотиреоз, гипертиреоз аурулары жатады. Үшінші түрі ошақты, яғни ұялы аллопеция. Бұл организмнің иммунды жүйесіндегі ақаулардан, яғни сбой болған кезде пайда болады. Оған генетикалық фактор, яғни тұқым қуалау себеп болады. Шаштың түбірі зақымдануынан шашсыз терілі ошақтар пайда болады. Яғни бастың әрбір бөліктерінде ұялы, яғни ошақ түрінде ғана шаш түсіп қалады. Оның себептері аутоиммунды аурулар, мысалы жиілі қызыл жегі, системная красная волчанка дейміз ғой, сол ревматоидный артрит, аутоиммунды тироидит, витилиго, Аддисон ауруы, жаралы колит, қызыл лишай, сифилис аурулары жатады. Төртінші түрі тыртықты аллопеция. Бұл бастың құйқа бөлігінде болған травма, операция, термикалық, химиялық, күйу, бактериалды, саңырауқұлақтық вирустық агенттер әсерінен шаш фолликуласының күрделі зақымдануы. Бұл өте сирек, тек 1-2% құрайды. Шашымыз не себептен түсе бастағанын анықтау үшін шаш түсуінің диагностикасын қарастырайық. Бірінші, ең алдымен терапевт дәрігеріне барып, болуы мүмкін темір жетіспеушілік анемияны жоққа шығару үшін қан анализін, ферритин дегеніміз қандағы темірдің қоры, және сарысулық темірді анықтау үшін анализдер тапсырамыз. Жалпы қан анализінде гемоглобин, эритроцит мөлшерінің, ал биохимиялық анализде ферритин мен темір мөлшерінің төмен болуын көреміз. Темір жетіспеушілік анемияны емдейміз. Егер бұл анализдер қалыпты болса, шаш түсуінің басқа себептерін іздейміз. Екінші, дәрігер гиповитаминозға күдіктенсе, яғни ағзадағы витаминдер мөлшері азайып кетсе, онда микроэлементтерден селен, магний, мыстың мөлшерін, ал витаминдерден Д витамині, В9, В6 витаминдердің мөлшерін анықтайды. Мөлшер қалыптан төмен болса, витаминотерапия тағайындалады. Гипотиреоз ауруын жоққа шығару үшін қалқанша безі гормондарының мөлшерін анықтаймыз. Бұл ауруда ТТГ гормоны жоғары, ал бос Т4 гормоны төмен болады. Бұл кезде эндокринолог дәрігеріне қараламыз. Төртінші себеп, егер аутоиммунды аурулар себебінен шаш түссе, мысалы жиілі қызыл жегі, ревматоидный артрит, онда ол проблемамен ревматолог дәрігер айналысады. Егер шаш түсуі бас терісінің үнемі қышуымен, ашуымен, қайызғақ түсуімен жүрсе, онда дерматолог дәрігерге бару керек. Себебі құйқа терісінде қандай да бір дерматологиялық ауру болуы ықтимал. Егер бұл аталған белгілердің ешқайсысы болмаса, онда сіз трихолог маманына барасыз. Ол трихолог дәрігері шаштың түбін зерттейді, және оның өзінің шаш түсуді анықтайтын өз әдістері бар. Ол шашыңызды және бастың құйқа терісін микроскоп арқылы үлкейтіп қарап шығады. Микроскоптың астында шаш өзегінің диаметрін, тығыздығын, фолликулдың жағдайын,
қан тамыр суреттерін қарайды. Керек болса фототрихограмма жасап биопсия алады. Осылайша аллопецияның түрін анықтап, ем тағайындайды. Андрогенетикалық аллопецияны емдеумен де осы маман айналысады.